Ақша, ақша, ақша. Сен қалай ойлайсың? Ақша сенің қауіпсіз әрі ұзақ өміріңнің кепілі ме? Көп адам солай ойлайды. Ақшаң болса, бәрін сатып алуға болады деп сенеді. Қауіпсіздікті де, технологияны да, тіпті тағдырды да. Бірақ тарихта бір оқиға болды. Онда миллиондаған долларлар, ең қымбат техникалар және ең бай адамдардың өзі өлімнен қашып құтыла алмады. Бүгінгі шығарылым байлық пен тәуекелдің, сенім мен немқұрайлықтың қайғылы соқтығысуы туралы. Бұл видео саған бір ғана сұраққа жауап береді. Ақша ұзақ өмірдің кепілі ме? 2023 жыл 18 маусым жексенбі күні Канада Ньюфаундленд жағалауы, Атлант мұхиты. Мұхит бетінде ақ түсті кеме тұр. Оның аты Polar Prince. Бұл бір қарасаң қарапайым кеме. Бірақ бүгін ол балық аулауға емес, адамдарды өлімге жақындатуға шықты. Кеменің қасында кішкентай ғана ақ батискаф тұр. Оның аты Титан. Ұзындығы шамамен 6-7 метр, салмағы 10 тонна. Материалы аз ғана титан және көміртек талшығы. Мақсаты мұхит түбіндегі Титаникке жету. Тереңдік 3800 метр. Бұл Эйфель мұнарасынан 10 есе терең. Ол жерге күн сәулесі жетпейді. Ол жерде қысым адамды 1 секундта жаншып тастайды. Батискафтың ішінде 5 адам болды. Олардың әрқайсысы жай адам емес еді. Стоктон Раш, Ocean Gate компаниясының негізін қалаушы, инженер, Титан батискафын жасаған адам. Хамиш Гардинг, британдық миллиардер, ұшқыш, экстремал саяхатшы. Шахзада Давуд, пәкістандық миллиардер, бизнесмен. Сулейман Давуд, оның 19 жастағы ұлы, студент. Поль Анри Нажоле, француз зерттеушісі, Титаникті 30 реттен көп көрген адам, теңіз тарихының аңызы. Олар таңертең батискафқа кірді. Ішінде орын аз. Тік тұру мүмкін емес. Тек қана тар капсула. Бір ғана есігі бар. Сырттан болтпен есік жабылады. Ішінен ашылмайды. Сыртта қалғандар болтпен есікті жауып кетті. Есік жабылды. Бұл олардың соңғы есігі еді. Сағат шамамен 8. Титан жаймен суды жыртып төмен түсе бастады. Алғашқы 30 минут бәрі қалыпты. Дыбыс бар, байланыс бар, камера жұмыс істеп тұр. Олар төмен түсіп келеді. 1000 метр, 2000 метр, 3000 метр. Ал мұхитта әр 10 метр сайын қысым артып отырады. 3800 метрде қысым шамамен 400 атмосфера. Бұл сенің үстінде бір уақытта 400 піл тұрғанмен тең. Сағат шамамен 9:45. Polar Prince кемесіндегі диспетчер Титанға хабарласады. Бірақ жауап жоқ. Тағы шақырады. Тағы жауап жоқ. Экранда батискафтың белгісі жоғалып кетеді. Байланыс үзілді. Сол сәттен бастап есеп басталды. Олардың ішінде шамамен 96 сағатқа жететін оттегі бар еді. 4 күн қараңғылықта, 4 күн күту, егер олар тірі болса. Кемеде абыржу басталды. Алғашында байланыс үзіліп қалды деп ойлады. Бірақ уақыт өтті. Ал Титан қайта шықпады. Сонда дабыл берілді. Хабар жағалау күзетіне жетті. Ұшақтар, кемелер, сүңгуір роботтар. Іздеу басталды. Бұл жаңалықты әлем көре бастады. Титан батискафы жоғалды. Миллиардерлер мұхит түбінде. Олардың оттегісі 4 күнге жетеді. Бүкіл әлем тынысын ішіне тартып қарады. Бірақ ешкім сол сәтте шындықтың әлде қайда болып кеткенін білмеді. Титан батискафы 3800 метрге жақындап қалған еді. Сол сәтте адамдар ести алмайтын бір дыбыс болды. Бұл металдардың сынуы емес, бұл қысымның капсуланың ішке қарай жаныштауы. Ғалымдардың айтуынша батискаф бір сәтте қираған.
Бұл процесс 0,2 секундқа да жетпеген. Адам миы ештеңке түсініп үлгермейді. Ауырсыну сезімі болмайды. Қорқынышқа уақыт жоқ. Бір сәт бұрын 5 адам тірі еді. Келесі сәтте олар жоқ. Денелер бүтін қалмады. Барлығы молекула деңгейінде езілді. Бұл жарылыс емес, бұл батискафтың ішке қарай мыжылуы еді. Сырттағы қысым ішкі әлемді жойып жіберді. Олардың соңғы көргені қараңғылық, соңғы сезімі ештеңе. Ал кемедегілер оларды ол кезде тірі деп ойлады. Олар 96 сағат есептеді, үміттенді, іздеді. Бірақ шындық сол күні-ақ болып қойған еді. Титан басқа батискафтардан ерекше жасалған. Көптеген зерттеу батискафтары болаттан жасалады. Неге? Себебі болат деформацияланса да бірден сынбайды. Ал титан көміртек талшығынан жасалған. Бұл материал жеңіл, арзан, бірақ қауіпті. Ол бірнеше рет тереңдікке түскен сайын ішінен микросынықтар пайда болады. Оны көзбен көру мүмкін емес. Бірақ келесі сүңгуде сол сынық үлкейеді. Ақыры бір жерде сыну болады. Титан ресми сертификат алмаған, яғни қауіпсіздік тексеруінен өтпеген. Көп инженер оны сынамау керек деді. Компания ішіндегі мамандар қауіпті деп ескерткен. Бірақ компанияның басшысы оларды тыңдамаған. Ол айтты: ережелер дамуды тежейді. Инновация үшін тәуекел керек. Ол адам өмірінен технологияны жоғары қойды. Ал батискаф PlayStation геймпадымен басқарылған. Нағыз ойын джойстигімен басқарылған. Бұл мұхиттың түбінде. Бұл 3800 метр тереңдікте. Бұл 5 адамның өмірі. Бір ғана техникалық қателік және қайтарға жол жоқ. Бұл апат кездейсоқтық емес еді. Ол алдын ала айтылған трагедия. 2018 жыл Ocean Gate компаниясының ішінде бір инженер бар еді. Дэвид Локридж, қауіпсіздік бойынша маман. Ол батискафты тексеріп шығып ресми есеп жасады. Бұл аппарат адамдарды 4000 метр тереңдікке апаруға қауіпті. Оның негізгі уәждері корпус көміртек талшығынан жасалған, яғни карбон. Бұл материал тереңдік қысымына арналмаған. Металл сияқты ескерту беріп жарылмайды. Ол іштен бір сәтте сынып кетеді. Яғни адамдар ештеңке түсінбей қалады. Локридж тағы не айтты? Титан сертификатталмаған. Қауіпсіздік сынақтарын толық өтпеген. Датчиктер қысымды нақты бақылай алмайды. Жарық шақтарды анықтау жүйесі сенімсіз. Бұл есептен кейін не болды деп ойлайсың? Компания оны тыңдамады, қателіктерді жөндемеді. Ол инженерді жұмыстан шығарып жіберді. Оған қысым көрсетті, сотқа берді, аузын жаппақ болды. Ал Стоктон Раш, компания басшысы, былай деді: қауіпсіздік ережелері прогресске кедергі. Егер бәрін ережемен істесек, ешқашан жаңа нәрсе жасай алмаймыз. Яғни тәуекелді батырлық деп атады. Бірақ бұл батырлық емес еді. Бұл адам өмірін ставкаға тігу еді. Неге дәл осы материал таңдады? Неге титан емес? Неге болат емес? Себебі карбон жеңіл, арзан, жасау оңай, бірақ шаршауға тез ұшырайды. Әрбір сүңгу материалды әлсіретті, микросынықтар пайда болды, көрінбейтін, бірақ өлімге апаратын. Бұл қайта-қайта иілген, сымды үзілгенше майыстыру сияқты. Соңғы рет ол үзіліп кетті. Ең қорқыныштысы не? Ең қорқыныштысы бәрі алдын ала белгілі болды. Инженер айтты, есеп жазды, дәлел келтірді. Бірақ ақша маңызды болды, эксклюзив маңызды болды. Ал адам өмірі өкінішке орай екінші орында қалды. 22 маусым күні барлығы қаза тапқаны белгілі болғанда әлем екіге бөлінді. Бірі жылады, бірі ашуланды, бірі сұрақ қойды. Неге 5 бай адам үшін бүкіл әлем қозғалды?
неге олардың өмірі маңыздырақ? Ал басқа апаттар ше? Әлеуметтік желілерде мынандай пікірлер шықты. $250,000 төлеп табытқа отырды. Бұл байлардың ойыны. Ғылым емес, хайп үшін жасалған. Бірақ ашудың артында бір ауыр шындық тұрды. Адамдар әділетсіздікті сезді. Құтқару жұмыстарына миллиондаған доллар жұмсалды. Сол уақытта басқа теңіз апаттарында жүздеген адам көзге көрінбей өліп жатты. Сонда сұрақ туды. Адам өмірінің бағасы бар ма? Егер бар болса, ол немен есептеледі? Ақшамен бе, атақпен бе, әлде жаңалыққа шығумен бе? Әсіресе барлығын сілкіндірген деталь 19 жастағы Сүлейман Давуд. Ол бұл сапарға өз еркімен бармаған. Отбасының айтуынша, ол қорыққан, барғысы келмеген, бірақ әкесін ренжітпеу үшін барған. Бұл трагедияны одан сайын ауырлатты. Себебі ол миллиардер емес, ғалым емес, экстремал емес. Ол жай ғана бала еді. Бұл оқиға адамдарға бір нәрсені қатты көрсетті. Технология бәрін жеңбейді. Ақша құтқармайды. Теңізге адам статусына бәрібір. 4000 метр тереңдікте. Сен миллионер емессің, сен ғалым емессің, сен VIP емессің. Сен жай ғана әлсіз адамсың. Бұл тарих бізге бір нәрсені қатты еске түсірді. Ақша мүмкіндік береді, бірақ қауіпсіздік бермейді. Байлық есікті ашады, бірақ тағдырды өзгертпейді. Ал теңіздің түбінде адам бай емес, батыл емес, ерекше емес. Ол жай ғана адам. Сондықтан бүгінгі сұрақ: көп ақша ұзақ өмірдің кепілі ме? Әлде ақыл мен жауапкершілік қана өмірді сақтап қала ала ма? Сен қалай ойлайсың? Өз пікіріңді комментарийге жаз. Сау, саламат.